Баршаңызға сәлем, сіздермен тез әрі оңай жасалатын салат түрін дайындайтын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта басқа да рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен қиярымызды алып, екі жағын осылай пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Содан соң барып, 4 бұрышты етіп ұсақтап тураймыз. Келесі кезекте бізде жұмыртқаны да дәл солай ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Бұл салат бір тарелкелік салат. Егерде көбірек істеймін десеңіздер, осы қоспаның барлығын 2 есе қоссаңыздар болады. Міне жұмыртқамызды турап болдық. Енді жарты банка горох саламыз және укроп саламыз. Укроп менде қатырылған, укроп морозда сақталған. Осыдан 2 қасық салдым. Және дәміне қарай бұрыш, тұзын қосамыз. Енді ең соңғы қоспамыз ол майонез. Майонез қосып жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Бар жоғы 3 қана ингредиенттен тұрады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған жансая ас болсын.